Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін ауызашарға сливкисі жасалатын тарыдан осындай ерекше пирогты жасаймыз. Яғни қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтардың бірі десем де болады. Қыздар үйіңізге қонақ келіп жатса, әсіресе үлкендердің көңілінен шығатын ерекше дәмді пирогтардың бірі. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, және де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп қойуды да ұмытпаңыздар. Және де келесіде қандай видео рецептер шыққанын қалайсыздар, міндетті түрде комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Алдымен тарыны жақсылап жуып аласыздар. Жуып алған тарының үстіне қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып, яғни бұқтыруға шамамен 10 немесе 15 минутқа қалдыратын боламыз. Оға дейін пирогымызды жасап бастаймыз. Ол үшін бізге осындай жарма, яғни талқан қажет болады. Осының үстіне ертілген сары майымызды құямыз, және де 2 ас қасық қант ұнтағын қосып, барлығын араластырып алатын боламыз. Сары майдың майлылығы менде 72,5%. Қыздар, сіздерге айтарым, кез келген выпечкаға майлылығы 70%-дан жоғары сары майды қолдануға кеңес беремін. Ең бірінші осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан соң барлығын ұнтақтап аламыз. Бізде осындай песочный тесто шығатын болады. Жақсылап араластырып болдық. Енді бізге 22 сантиметрлік форма қажет болады. Мен астын кішкене майлап жібердім. Егер сіздерде пергамент қағазы болса, пергамент қағазын қолдануға болады. Осымен, яғни қасықтың көмегімен бортиктерін шығарып, пирогымыздың формасын жасап алатын боламыз. Енді барлығын жақсылап жасап алғаннан кейін тоңазытқышқа 10 минутқа салып қоятын боламыз. Осы видеоның астына мен толық граммдарына дейін, яғни описание бөліміне жазып қоятын боламын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Оға дейін біз салмасын әзірлейміз. Салмасына бізге 20%-ық қаймақ қажет болады, және де кукурузная крахмалды қосамын, 2 ас қасық. Оның үстіне мөлшеріміздегі қантты саламын, және де 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Крахмал біздің салмамызды қоюлату үшін керек болады. Крахмалдан сіздерге міндетті түрде жүгері крахмалын қолдануды кеңес беремін. Сол кезде начинкамыздан крахмалдың дәмі шықпайтын болады. Барлығын салып болғаннан кейін венчиктің көмегімен біркелкі массаға келгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл жерде миксерді пайдаланудың қажеті жоқ. Пешімізді осы кезден бастап 100 градусқа қосып, қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. Мінекей ең соңында ғана жаңағы бұқтырып дайын болып тұрған, яғни тарымызды қосатын боламыз. Қыздар, тарыда сәл сүт болса алып тастаймыз. Қою тарының өзін ғана қосатын боламыз. Араластырып салмамызға құйып 100 градуста 1-1,5 сағатта асықпай пісіріп шығамыз. Сол кезде біздің пирогымыз чизкейк сияқты әдемі болып пісіп шығады. Келесіде қандай видео рецепт шыққанын қалайсыздар, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Осымен біздің мінекей пирогымыз дайын болды. 1 сағаттай менде бөлме температурасында тұрды. Суыған соң ғана кесіп ұсындым. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Барлықтарыңызға ас болсын достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.